Алматыда көктемгі әскерге шақыру науқаны жалғасуда. Биыл шаһардан 1500-ге жуық бозбала қарулы күштер қатарына алынбақ. Бүгін кезекті 30 жас сарбаз салтанатты түрде әскерге аттанды. Дәстүрге сай шығарып салу рәсімі 28 гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта өтті. Іс-шараға қала әкімінің орынбасары Бейбіт Шаханов қатысып, отан алдындағы борыш әр азаматтың қасиетті міндеті екенін атап өтті. Көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлаған іс-шарада ұлттық ұланның 55-71 әскери оркестрі өнер көрсетті. Айта кетейік, жас сарбаздар еліміздің десанттық шабуылдаушы бөлімдерінде қызмет етпек. Бұл іс-шараның мақсаты өскелең ұрпаққа отансүйгіштік, әскери, патриоттық тәрбие беру және де жастар арасында әскери қызметтің имиджін, маңыздығын арттыру болып табылады. Қазақстан Республикасының 18-ден 27 жасқа дейінгі аралықтағы ер азамат денсаулық жағынан жарамды, психологиялық тұрғыдан тұрақты ер азамат әскери қатарына жарамды болып табылады. Салтанатты іс-шара барысында қонақтар үшін әскери патриоттық клуб тәрбиеленушілері арнайы концерт қойды. Сонымен қатар қоян қолтық ұрыстан көріністер көрсетілді. Жиын соңында әскерге аттанатын бозбалаларға естелік сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, биылғы көктемгі әскери шақыру науқаны аясында Алматы қаласынан шамамен 1500 жас азамат отан алдындағы борышын өтеуге аттанады. Олар еліміздің қарулы күштері мен басқа да күштік құрылымдарының түрлі бөлімдерінде қызмет етпек. Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылынан болдым. Десанттық шабуылдаушылар әскеріне жаңадан сарбаз болып баратырмын. Бала кезімде осы әскерге баруды армандадым. Осы десанттық шабуылдаушылар әскеріне баруды армандадық. Енді осы арманымызға жетіп тұрық. Алла қаласа үйімізге аман есен оралуымызбен, әке-шешеміздің ана абыроймен баруды мақсат етіп отырмын.